департаментіндамын, Склярдың. Мен осы неге келіп тұрмын, білмеймін, бір Склярдың кезінде бір 15 шақты рет келіп тұрған шығармын, 15-ші рет келіп тұрған шығармын. Қазір көрсетем, мен осы департаменттің фронт офисында отырғанымды. Міне, көріп тұрсыздар ғой. Мені мына қыз қарсы алып жатыр. Орысша сөзбен показываем удостоверение деп, өзі басқа кісімен жұмыс істеді. Мен оны тосып тұрдым. Сосын маған қарап айтты: аты жөніңіз? Мен айттым, аты жөнімді барлығын. Сосын маған екінші сұрақ: удостоверение покажите. Мінекей, осыдан басталды бізде. Енді мен айтатыным, жаңа оның алдында неткем, шыққам полицияға. Біріншіден, Скляр мені осы 3 жыл отыр ғой деймін, бір ретте қабылдаған жоқ. Өйткені ол мемлекеттік тілге түкірген, сондықтан мені қабылдамай отыр. Екіншіден, мінекей соңғы уақыттары Нұрлан Масымовтың кесінде қабылдасқан 102 қызметі қалыптасқан адам дұрыс тілде қызмет көрсететін. Қазір тек қана орыс тілінде қызмет көрсетіп жатыр. Қалай тек қана? Мен тосуым керек. Мен нетем, звондайым, алады трубканы. Содан кейін мен сөйлеп бастайым, тыраштанып бірнеше минутым кетеді, сосын басқа біреу келеді. Яғни алған оператор қазақ тілін білмейді. Ол түкірген. Склярдың Наташасы ма, біреулердің Наташалары ма, Панаеховшыларды алып жатыр ма, мемлекетке қауіп төндіріп. Әйтеуір мінекей мынандай жағдай болып жатыр. Енді мен қазір Склярдың қайтадан несіне түсіп отырмын, фронт офисына келіп отырмын, айтып отырмын: шықсын Скляр, ол хан емес, ол патша емес, мұнда ханзада емес. Ол мына премьер-министрдің орынбасары Скляр, Роман Скляр ма, сол ағасы ма, інісі ма, сол туысын пайдаланып түкіріп отыр ма қазақ тілін. Оған сөйтіп қолын қақпайтын Смаилов премьер-министр не кім, Тоқаевтың өзі сатқындық жасап отыр ма, қазақ тіліне түкіртіп. Немене болып отырмыз? Жауап беріңдерші, билік басындағылар. Сосын соңғы уақытта мінекей бірнеше айда бірнеше рет мен тілдік конфликт бойынша мен арыз жаздым. Бір ретте шара қолданбады. Мысал үшін, мамыр айында мені нацист деген әсіре ұлтшылдық қой. Мен әсіре ұлтшыл емеспін. Мен өз ұлтыма қызмет етем, шамам келгенше кішкентай адам ретінде, соны мақтанам. Әйтеуір ұзын сөздің қысқасы, жылы жауып қойды. Ол сол ма? Содан кейін осы жоқта қаншама уақыт өткен білмеймін, бір айдай ма, бір жарым айдай ма өтті. Маған дене жарақатын келтірді. Сот экспертизаның әйтеуір дене жарақатын келтірді деген несі бар, сараптамасы бар. Жеңіл жарақатын бәрібір енді қандай жарақат болса да. Оны сотқа жеткізген жоқ. Ол енді шатаспасам Павловтың қол астында, Скляр енді Павлов дегенді алып алған. Ол да мені бір ретте қабылдаған жоқ, түкірді қазақ тіліне. Сосын соңғы рет мінекей осының алдында бір аптадай бұрын тағы да бір көлікте болды конфликт, тілге қатысты. Олар жылы жауып қойды. Мен әйтеуір мына учаскелік полиция Данияр деген звондады, сосын үндемей қалды. Мен айттым: Данияр, мінекей ол үйге келіп менен түсініктеме алу керек еді, не сіз келіңіз деп әйтеуір. Мен ойладым, қазір үйге келеді, мен олардан талап етем: сіздер менің көзімше түсініктеме жұмысын жүргізіңізші деп. Өйткені олар түсініктеме жұмысын, олардың қызметтік инструкциясы бойынша олар міндетті түрде түсініктеме жұмысын жүргізу керек, келесі жолы сондай конфликт болмас үшін. Бірақ та бір жаманы, олар соны жүргізбейді. Мінекей бүгін де келесі сондай конфликт болды. 3-ші маршруткада таксомотор басшысы Янковский. Енді неге Скляр мемлекеттің тіліне, мемлекет құрушы ұлттың тіліне түкіріп отыр? Өйткені
сатқындық жасап отыр. Менің ойым сол. Үстіндегі бізде Байханов, Иманзаипов, оның алдындағы әкімдер, қазір нақтылы осы әкімдер. Неге? Осы көлік компаниялары бізде осы таксомотор кем дегенде 10-15 жыл қызмет атқарады. Ылғи тендерді мемлекеттік сатып алу, ылғи осы компаниялар ұтып алады. Енді Янковский мысал үшін, Виктор Янковский откат берді деп ойлаймын. Неге өйткені ылғи да ұтып алады осы компания? Осы таксомотор, сосын мына бірінші автопарк, Панченконың автокомбинаты, сосын тағы да бір компаниялар, Рас, Наурыз атын ұмытып отырмын қазір, жылда ұтып алады. Өйткені откат береді. Енді қалай орыстар айтпақшы, одни и те же компании қалай сайын ұтады. 2 жылда бір рет болып тұрады дейді, 2 жылда міндетті түрде солар ұтады, басқалар ұтпайды ешқашан. Мінеки, сондықтан мен ойлаймын, солай болып жатыр деп. Тағы да бір дәлел, мінеки, Аслан ба, Қалиақбаров, ол парамен ұсталып кетті ғой. Парамен ұсталып кетті. Оның кезінде қала әкімі Байханов болған. Қазір облыс әкіміне көтерілген. Ол да енді пара беріп көтеріліп отырған шығар. Айтыр ұзын сөздің қысқасы, мынаны айтты, мынау енді жақсы, Қалиақбаровты жақсы қызметкер болған. Енді неге солай айтып тұр? Мен солай ойлап отырмын. Жаңа айтқанымдай, ол енді жемқорлық. Менің ойымша сол. Енді мінеки, сыбайласқан жемқорлық Абдихановтан бастап қазақ тілін жолатпайды. Онымен мен бірнеше видеоға шыққам Абдихановтың несінен. Абдихановтың соңғы офисынан шығып видео тікелей эфирға шыққанымда, сосын естеріңде бар болса, кім менің Facebook парақшама отырады, бұлай маған жазған WhatsApp-пен Роза Бейсенбайтегінің денесін әкеліңдер деп. Енді прокуратура солай қорқытып отыр, мен солай ойлап тұрмын. Өйткені прокуратура белді басып, өздері, Абдиханов айтқандай, ол біздің жұмысымыз. Осында келгенде мен қазақ тілі жөнінде кіріп шықтым. Ол айтты, біз барлығын жөндейміз. Кезекші прокурордың кабинетінде барлығы орысша тұрған. 9 айдан келгенде дәл солай тұр. Біреуінде жөндеген жоқ. Абдиханов қабағын түйіп өліп қала жаздады. Ол біздің ішкі жұмысымыз. Біз өзіміз орыс тілде жұмыс істейміз. Мінеки қандай. Сондықтан мыналар енді түкіріп отыр құбыжықтар өз мемлекетінің тіліне, өз ұлтының тілінде ұлтсызданған. Енді мен ойлап тұрмын, мыналардың көзін енді шел басқан, ақша басқан. Мен солай ойлаймын. Басқа қандай енді бүкіл дүниежүзінің ешқандай мемлекеттік қызметкерлері мемлекет тілін осылай басындырмайды ғой. Енді бізде немене, мен Роза Бейсенбайтегі қазақ тілі үшін енді жан алып жан берісетін адам. Мен сонда қазір бешер болып, мында қазақ тілі болмасын, тек қана орыс тілі болсын деп көніп жіберуім керек па? Сосын мен сол ақырғы неде, ол YouTube-та тұр, нетпеген, 40 теңгені төлемеген мен, орысша. Өйткені қазақша қызмет жоқ, бұғат қойып қойған. Жаңағы маршрутканың несі, жүргізушісі қазақ емес, ол маған орысша сөйле, мен 3 тілде де сөйлей алам, мен полицияны шақыртам. Мен айтым, шақыртыңыз, бірақ та шақыртпады ол полицияны, мен өзім шақырдым, бірақ та полицияға айттым, сендердің өтіріктерің, біз жұмыс істейміз, сендер жұмыс істесеңдер. Мен кей кезде бір рет рекорд болды, бір рет күніне мен неше полицейскийді шақырдым, бір күнде 4 полицейскийді шақырдым. Мінеки 18 жыл болды мен қазақ тіліне көшкенімде, қазақ тілі баяғыда болушы еді дедім. Ода жоқ, мінеки біз жұмысты жасап жатырмыз, сізді керісінше жауапқа тарту сондай әкімдік іс бар, сіз 40 теңгені төлемеген үшін. Мінеки, енді полиция скляр мені сотқа береді, полиция мені екінші сотқа береді онда. Бір рет тек қана орыс тілінде, жылда тек қана орыс тілінде болған, бірде бір ақпарат қазақ тілінде болмаған 32 жылда 20
ол неше 31 жыл болды ма? Ой, нешінші, я тура 30 жылдықта. Мен жұлып алғанда полиция мені берді ғой сотқа. Орысша мемлекеттің қағаздарын жұлып алдыңдар деп. Енді мына Скляр мені қазір екінші рет сотқа беретін шығар. Мен 40 теңге төлемегенім үшін. Мен маған шығарып тұрған карточкамды әйтеуір қайтадан сумкаға мықтым, 40 теңге маған төлеу керек. Өйткені маған оплачиваем проезд деді. Мінекей сондай жағдай. Енді қазір Скляр енді бізде тойынған ғой шенділер. Жаңа айттым ғой, не себепті тойынған деп есептеймін. Мінекей ол маған шыға қояма жоқ па? Кім білет? Мен 100%-дай сенімдім, ол маған шықпайтын. Шықса көре жатармыз. Мен алдындағы полицейскийге айтқам, 2 жол бар. Не менімен бірге барасында жұмыс істейсің, мен көремін, сен оған айтып жатқаныңды. Сенің міндетің қазақ тілінде, бірінші осы мемлекеттің тілінде қызмет көрсету. Сосын ғана екінші орында бізде орыс тілі деп. Конституция бойынша солай. Ең бірінші қазақша ол айту керек еді. Барлық ақпаратты қазақша жеткізу керек. Заң бойынша солай жазылып тұр. Екінші орында да міндетті, екінші орында ғана орысша жеткізуге міндетті. Мінеке, енді Скляр маған немен дейді екен? Ол айтады, жоқ, менің уақытым жоқ деп кетті. Мен айттым, мен онда Склярға барып тікелей эфирға шығып тұрам. Менің көзімше, менің көзімше жұмыс істелмейінше, мен енді әйтеуір тұрып алам. Соңғышкен. Сол жетті мені мінекей жарақаттап, ұрып, соғып, әйтеуір сондай жағдайға келтіріп жатыр. Полиция түк істемей отыр. Полиция керісінше орыс тіліне көшіп отыр. Мен сіздерге көрсеттім ғой біршама бұрын. Тек қана орыс тілдерді қабылдап жатқан. Мінекей соның нәтижесі 102-де отыр орыс тілділер енді. Буклеттер тұрған мен сіздерге осы ютубқа бірнеше рет көрсеткем. Принимаем на работу в полицию, бәленбай-түгленбай. Бір ретте бір қазақша буклет жоқ болды. Полицияға тек қана орыс тілдерді қабылдап отырды Скляр. Оның дәлелі бар. Сол әзірше осы.